Сәлем достар, керемет болып шығатын Наполеон тортын сіздерге ұсынғым келеді. Құрамындағы заттардың барлығы қолжетімді. Бізге осындай магазиндегі слоеный қамыр қажет. Бірінші ерітіп алып, одан кейін осылай арасын ашып, бірден өзіңізге ыңғайлы бөліктерге кесіп аласыздар. Оқтаумен басудың қажеті жоқ. Противенге барлығын дізіп, 180 градуста 25 минут пісірамыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге жарты литр сүт, 2 жұмыртқа, 200 грамм қант, 4 ас қасық ұн салып, венчикпен барлығын араластырамыз. Плитаны қосып, үстіне қойып, тынымсыз араластырамыз. Осылай қоюланғанға дейін араластыра беруіміз қажет. 100 грамм сары майды салып, ерігенге дейін араластырамыз. Осымен креміміз дайын. Қамырымыз пісіп шықты. Енді кажды бөлігін бірнеше қатпарға бөліп, кремді жағып, сахарный пудрамен безендірсеңіздер болады. Біздің пирогымыз дайын, осындай әдемі болып шығады. Егер тез әрі оңай рецепт қажет болса, міндетті түрде осы рецептті қолданып көріңіз. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын.